Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айкерім өзімнің арнамда ағзамызға өте пайдалы, құрамында ешқандай да дрожж жоқ, табиғи ашығыдан жасалған және де асқабақ қосылған, сонымен қатар өте жұмсақ, сондай хош иісті, дәмі ауызда еритін булочкалар дайындайтын боламыз. Бұл булочканы біздер бургерные булочки десек те болады. Яғни арасына қосымша етіп қалаған заттарыңызды салып жесеңіздер де өте керемет болады достар. Ал мен бастаймын, сіздер менің каналыма тіркеліп алыңыздар достар. Ең алдымен осындай салқын сүтімізді және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды, оның үстіне қант салатын боламыз. Қант салмасаңыздар да болады, және де тұз салатын боламыз. Мен сіздерге барлық құрамын астына жазып кететін боламын. Бұл бізде асқабақтан жасалған бургерный булочки болғаннан кейін міндетті түрде асқабақты осылай пісіріп немесе буға пісіріп алып езіп қоссаңыздар болады достар. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осының үстіне дайын көтеріліп тұрған және де тірі закваскамызды салатын боламыз. Активный закваскамызды салатын боламыз. Бұл менің жүрегім десем де болады. Мен бұл заквасканы барлық нанның түріне қолданамын достар. Енді осының үстіне жәймендеп ұнымызды сала отырып қамырымызды илейтін боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, себебі әр ұнның құрамы әртүрлі болғандықтан біресе қатты болып кетуі мүмкін, немесе сұйық болып кетуі мүмкін достар. Егер сұйық болып жатса, үстіне қосымша тағы да ұн салсаңыздар да болады. Ал мен жәймендеп осылай үстінен сала отырып қамырымды илеп алатын боламын. Біздің дайындаған қамырымыз өте жұмсақ болу керек, дәл менікіндей ұстаған кезде ағып кетпейтін және де қатты қою болып кетпесін достар. Біздің илеген қамырымызға қарай біздің дайын болатын бургерный булочкаларымыз да сондай болып шығады. Егер қамырларыңыз қатты болса, бургерный булочкалар да қатты болады. Егер жұмсақ қылып илесеңіздер, сіздердің де булочкаларыңыз жұмсақ болады. Енді дайындаған қамырымызды бөлме температурасына жарты сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Біз қамырымызды жарты сағатқа аутолизге қойған болатынбыз, яғни аутолиз бірігу процесі. Енді жарты сағаттан кейін дәл осылай бетін ашамыз және де қайратын боламыз. Бізде июі қанған, сондай созылғыш болып тұр қамырымыз. Бізде сұйық болады, қолдарыңызды сулап немесе майлап алсаңыздар болады достар. Сіздер осы қамырды ыдыстан түсіріп алып, дәл мен секілді ұрғыласаңыздар да болады, немесе ыдысында тұрған бойында қолдарыңызбен қайырып қойсаңыздар да болады достар. Мен қазір сіздерге ұрғылау процесін көрсететін боламын. Қамырды ыдысымыздан түсіріп алып, осындай тегіс жерге қимылдамайтындай жақсылап саусақтарымыздың көмегімен ұрғылап шығатын боламыз. Біздің бұл ұрғылау процесі неге керек десеңіздер, достар, біздің қамырымыздың жақсы көтеріліп ашуына осы ұрғылау процесі көмектесетін болады. Неғұрлым жақсы ұрғылап, кішкене ұзағырақ ұрғыласаңыздар, қамырларыңызда соғұрлым жақсы көтерілетін болады. Мен бір 3-4 минуттай дәл осылай ұрғылап шықтым. Енді дайын болған қамырымызды ыдысымызға саламыз. Ыдысымызды түбін жақсылап жуып тазалап, кішкене май жағып қойсаңыздар болады. Қамырды енді біз көтерілу процеске қалдыратын боламыз. Бөлме температурасына бір 3-4 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Немесе асығыс болып бір жаққа жол жүретін болсаңыздар, холодный расстойкаға, холодильникке де салып қойсаңыздар болады достар. Тоңазытқышта тұрып та біздің қамырымыз көтеріле береді. Мінекей қараңыздар, менікі қандай болып өз бойын көтерген. Енді осыны ыдысымыздан түсіріп алып, бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Біздің бургерный булочкаларымыз барлығы біркелкі болу үшін қамырдың барлығын 100 граммнан теңдей етіп бөліп, дәл осылай домалақтап формаларын жасап шығатын боламыз достар.
Дайын болған бургерный булочкаларымызды формамызға салып, көтерілу процесске 1 сағатқа бөлме температурасына қалдыратын боламыз. Бетін жақсылап жауып қойыңыздар, қайғасып қалмас үшін. Біздің булочкаларымыз өз бойын 2 есе көтерген. Енді осының үстіне сүтіміз бен жұмыртқамыздың сарысын араластырып жағып шығатын боламыз. Ал бетіне сәндік үшін кунжут түйіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған отта 180-200 градуста 30-35 минуттай беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз, достар. Ал сіздер өз газдарыңыздың ыңғайына қарай қызуын қойсаңыздар болады, достар. Мінекей, достар, менің дайындаған асқабақ қосылған бургерный булочкаларым дайын. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ, дәмі ауызда ереді және пайдалы, ағзамызға ешқандай да зияны жоқ. Егер де үйдегі балапандарыңыз асқабақты ұнатпайтын болса, дәл осылай булочка ретінде пісіріп берсеңіздер болады. Достар, менің видеомды соңына дейін менімен бірге тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер, міндетті түрде астына жазып қалдырып кетсеңіздер, мен сіздермен келесіде бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.